Номері 37 орта мектеп 42 жыл бұрын пайдалануға берілген. 480 оқушыға арналған білім ошағында былтыр 315 оқушы білім алып, ал күрделі жөндеу жұмыстарын көрмегеніне 38 жыл болған. Биыл 24 маусымнан бастап қалалық білім бөлімі бөлген 128 миллион 963 мың теңгеге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл қаржының қазіргі таңда 83 миллион 650 мыңы, яғни 66% игерілген. Бұрынғы ескі едендерінің бәрін ауыстырамыз, ағаштарын ауысып жатыр, жаңа спорт жайында. Тағы да бұрынғы линолеум деп аталатын материалды қазір жаңа қалыңдығы жоғары, сапасы жоғары материалдарға ауыстырып, өтетін бұрынғы ескі релин деген материалмен жабылған жердің бәрін ауыстырып, керамогранит деген өзіміздің отандық материалға ауыстырып жатырмыз. Келесі нысан 1964 жылы соғылған номері 32 орта мектеп. Жалпы сыйымдылығы 960 оқушыны құрағанымен 710 оқушы білім алады. Бұл мектеп пайдалануға берілгелі бері тек 7 жыл бұрын шатырлары жөнделген. Биылғы күрделі жөндеу жұмыстарына 260 миллион қаражат қарастырылған. Бүгінгі күні 120 миллионы игеріліп, жұмыстың 70% аяқталған. Міне 24 маусымнан бастап бізде күрделі жөндеу жұмысы басталды. Бұл күрделі жөндеу жұмысын жүргізіп жатқан шу КСМК деген кәсіпорын. Бұл кісілер енді 24 маусымнан бастап міне кірісті. Бүгінгі күнге дейін біраз жұмыс атқарылды. Мектептің толық мынау кәріздері дейді, ол және су құбырлары, отоплениясы, онан кейін свет электричествосы және мектептің ішкі ғимараты мен сыртқы бөлігі толығымен күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Күрделі жөндеу жұмысқа есік терезелері түгел ауысады, кәріз жүйелері ауысады, су жүйелері, электр жүйелері толық ауысады, едендері толық ауысады, сыртқы кәріз жүйелері мен су жүйелері де толық ауысады, оларды бітірдік. Бұл жұмысқа материалдардың бәрі түгел полностью өзіміздің жергілікті өндірушілерден алынған өнім. 1 қыркүйек күні бұл мектептердің оқушыларына көршілес білім ордаларына баруға тура келеді. Себебі күрделі жөндеу жұмыстары келісім шарт бойынша кемінде қазан айында аяқталады дейді мердігерлер. Жансұлу Дүйсенәлі, Арман Сабыр, 7 News.